За что посадили Сарманова Хали? Он создавал тысячи рабочих мест, платил миллионные налоги, и все эти люди остались без зарплаты и дивидендов. Кто теперь будет кормить их семьи? Судья вынес приговор, не обосновав ни одного своего решения. Более того, проигнорировав 20 ходатайств со стороны защиты. Түркістан облысы төрағасы міндетін атқарушы Сұлтанов Айдос Елдебекұлы. Бізге зарплата босатып беріңіздер. Біз мынаншама халық не үшін отырмыз? Міне жұмыссыз қалып жатырмыздар. Почему подобное беззаконие допускается судом? Он элементарные вещи не знает, как ему доверили такую сложную, высокоответственную работу. Сам Дюйсебеков изначально запретил родственникам и близким Сарманова, запретил заходить в здание суда, сказав, что руководство сверху дало такую команду. 500 адам дивиденд, үй. Жаңағылар, анау жаңағы оппозициялар 100-120 адам бидай алып отқан басын айландырып, сендерге $5,000 береміз. Бізге өтінгенде жаңа 100 адам, 120 адам бидайсыз қалды, былтырдан бері ала алмайды. Ал енді бидай жыл сайын мысалы былтыр жақсы болды деп айтып жатыр жаңағылар, 40%-тен доллардың үстіне қосып берді. Мен айттым да, сендер шылмаса көрсінмейіз, қағазы бар ма, жоқ па, не? Асырап бағып отыр. Ал Қазақстанда ондай заң жоқ шығар, осындай халықты асырап кәсіпкерді апарып қамап тастаңдар 9 ай отырды. Не үшін кейін сондай мошенниктерді, түйені түгімен жуылған адамдар бар. Адамды өлтіріп жатқан адамдар бар. Соның бәрі жалпағынан өмірді жүргізді жерінде де. А бұл кісі қамалып отырады. Сондай жасына қарамай, сондай денсаулығына қарамай, соншама халықты асырағанына қарамай. Ол сонша халықты асырап, сонша халыққа нан беріп отырған адам, сол 60 миллион ақшаны жеп кетіп, сол үйде қашып кетпейтін шығар. Қаншама кредитін төлеп отырған халық бар. Соның бәрін асырап бағып қарап отыр ғой. Әуелі Алла, екінші осы кісінің арқасында соның бәрі күн көріп отыр. А енді барында бір сағат бұрын сот алдына кетті. Не және адам өлтірген адамдар соңғы сөзін айтады ғой, соңғы сөзін айтқызбай апарып соттап отыр. А халық ашынып отыр, мысалы, ашынған халық көтеріліс керек болса, онда айтыңыздар. Біріншіден немесе домашний арестке неге қоймайды? Оны қаншалық бұлар арыз жазып өтініш жасап жатырды. Это не такая большая проблема, я думаю. Он в возрасте человек, в преклонном возрасте. Можно же дома его, Бертанова возьмите, вокруг посмотрите, столько у нас несправедливости, да? А в отношении Сарманова вот пришли. Тяжело его отпустить? Пусть дома сидит, домашний арест, залог, дети есть, родные есть, которые дадут залог, несут и освободят его. Бір өтініш болып отырсың, заңды қарап беріңіздер. Біз оны прям кінәлі болып, біз оны заң бойынша кінәлі біз шындау қоймыз. Біз тазамыз деп шындау қоймыз. Сол жағын қарап беріңіздер. Неге десеңіз, сіздерге де анаяқада сенбеген себебін, мысалы прокурор фамилиясын алып тастағанбыз. Бекасан алып тастады. Кафеде ана тараппен шай ішіп, ананы не жүрген. Соны алып тастады мысалы. Сот күні бір-екі жерде жүрген жерлерін олармен бірге, солармен көрдік.